Сондықтан да кішкене біз адам ұялған кезде намыстанады. Намыс қана бізді өсіреді, намыс қана бізді көтереді. Сондықтан да ақшам жоқ дейме, бағанағандай ақшам жоқ деме, ол лучше намысым жоқ деп айт. Машинам нашар емес, сәл намысым нашарлау деп айт. Үйім тар деп айтпа, лучше пейілім тар деп айт. Доходым төмен деп айтпа, лучше махаббатым мен мотивациям, энергиям, білімім төмен деп айт. Сол шындық болады. Өйткені бейшара деген ұғым, бейшара, бей деген без деген сөзді, без. Бағана шара деген іс шара, яғни іс дегенді білдіреді, дела дегенді білдіреді. Бейшара деген сөздің орысша мағынасы бездельник. Бездельник деген кім ол? Өз іштеңе істемейді да, өкіметті кінәлайды, тоқайыпты кінәлайды, қоғамды кінәлайды, клиентті кінәлайды, қатынын кінәлайды, қымбатшылықты кінәлайды, баласын кінәлайды, мына жаққа отқан Аманжолды кінәлайды да, сөйтіп бағанағындай бүйтіп бір орында нестеліне береді, бір орында отыра береді. Сондықтан да өкінішке орай біздің қоғамда еңбексіз мал дәметіп жүрген қайыршылар көп болып кетті. Менен тегін біреулер бірдеңе сұрайды. Жаным, мен қай білімді тегін алыппын? Менің қызметкерлерім тегін жұмыс істей ма? Офисім тегін бола ма? Самолет мен тегін ұшыра ма? Кешіріңіз. Ана орындауға армандарды басқа да шыны керек, жұмыс істейміз ақшаға, табылмаса қалтаңда бір тиының. Аш қаласың тегін емес, асханада менің айтқаным береді. Өмірде асханада тегін емес, өмірде адамның көңілі де тегін емес. Сатып алам десең, адамның көңілін сатып ал дейді. Адамның көңілін немен сатып аласың? Әрине қымбат сыйлықтармен сатып аласың. Я, мама туған күні құтты болсын деген бұл бір әңгіме, мама туған күні құтты болсын деп тілек айтқан екінші әңгіме, анашым туған күні құтты болсын, немесе анашым жаңа жылы құтты болсын деп, анаңа жаңа жылына қыс қалды анашым деп бір 2000 долларға морковь шубасын кигізіп кетсең, міне азаматтық сол. Жаным күнім, балаларым туып бергеніңе рахмет деп бір қарап отыруға болады. Немесе қатыныңа армандап жүрген көлігін алып берсең, міне мәртебе сол. Істегенің сол міне. Пап сен жақсы көрем, пап сен жақсы көрем дей берме. Папаңа бір көлігін алып берсең, міне сол бағана сол мәртебе. Сондықтан нағыз махаббат, достар, сөзбен емес, нағыз махаббат, іспен нағыз махаббат бағанағы бір нәтижемен көрініс табу керек. Сен адамдығыңда нәтижемен көрініс табу керек, баған бүкіл бәрі нәтижемен көрініс табу керек. Айналып келгенде. Мысалға мен Алладан қорқам деймін, қорқамын ба, оған не дәлел? Мен беріп атқан садақаларым дәлел. Мен беріп атқан садақаларымды дәлел. Жылдың аяғында көресіздер, қанша үй шаңарақты етпен қамтамасыз ететінімізді, қанша шаңараққа бағанағанда үй алып беретінімізді өзіңіз көресіздер сол кезде. Алла қаласа. Сондықтан да, егерде сол ішкі намысыңды оятқың келсе, ұятыңды оят, өткен сен бірақ кезде бай боласың, кедей екеніңе ұялған кезде, сен бірақ кезде джип аласың, мініп жүрген машинаң нашар екеніне ұялған кезде, сен бірақ кезде әке-шешеңе көмектесіп болысып бастайсың, болысамай жүргеніңе ұялған кезде, сен бірақ кезде бағанағындай білімді ақылды болып бастайсың, білімсіз ақымақ жалқау болып жүргеніңе ұялған кезде. Сондықтан да сіздің ішкі бағанағындай ұятың, ішкі нең бағанағындай сен алға қаратай өсіреді, ана өлеңім айтқанымдай жүретін өз ойымен басып қадам, сен адамсың өмірде асықпаған, осылай ойланбастан жүре берсең, қалайша мәртебең елден асып қалар, мінезіңді мыңқиған өзгертпесең, қалайша саған елдер ғашық болар, тауықтай жүре берсің құрығаның, деп ойлап маған бір жем шашып қалар. Қырандай бол, қарағым, қырандай бол, күні өлтіп өз күшімен нәсіп табар. Түсінсең, мендік ойдың астары көп, білгейсің жігерлі жыр дастан деп өмірге адам болып келгендігің. Ол сенің хайуандардан асқаның бек, өзіңді дамытқан адамдарша талантыңның сен білмес жапсары көп. Балаңа ұялмастан не айтасың, сұраса неге асудан аспадың деп, төмен қарап бойыңнан құтың қашып, дейсің бе жалқаулықты жастаны бек, егерде ертең күн ойландырса, ездігіңді күн сайын басқарып өт. Адам болғын бағалар ар намысын. Осы екеуі адамның қорғанышын, намыс сені өсірер, өркендетер деп осылай ұлы сөз қалғаны үшін ұзын сөздің қысқасы ұлы істерді істеуге бағытталсын, ар намысың деп менің бір айтқан жазып кеткен бір өлеңім бар еді. Біз ар намыстан мақсатқа жету үшін бағыттау керекпіз. Ал отырып алып мысалға мынандай адамдар бар, дейді, платный школдарға жетісіп тұрған жоқ, ақша үшін баға қоя салады. Сен бірінші платный школға, Мирасқа, Шоқанға, Хелебериге айына 10 000 долларыңды төле да, 7 000 долларыңды төле, мен білмеймін, жылына 15 000 долларыңды төлеп, балаңды оқытып ал. Содан кейін сен частный мектеппен қарапайым мектептің бар ғой, айырмашылығын айтсаң болады. Біреу жайлы пікір айтпас бұрын, басқа мектептер жайлы пікір айтпас бұрын өйтіп қойып керек емес. Айналып келген кезде тікелей тұрғыда.
Сен мысалға балаң құрыды дегенде, нешті оқу үшін құрыды дегенде, ктл-ға оқу үшін оның білімі жоғары болу керек. Білімі жоғары үшін оның қосымшасы, ағылшыны, плаваниесі, оған да сен ақша салу керексің. Оны салмадың ба, балаң ондай болмайды. Сондықтан бірдеңе істедің ба, істемеп, бірдеңе ой түйесің ба, ой түйіп көзбен көріп ап барып айтқанда абзалырақ болады. Жандарым менің бар ғой, анау андай ғой, мынау мындай ғой деп бағанағыдай керек емес. Мен бала шағам оқып жатыр, мен өзім білген соң айтам. Түсінікті ғой. Өкінішке орай эфир сақталмайды достар. Тағы айтам, егер де менің сөзім жүректеріңізге жетсе, кәдімгідей бір өзгеруге деген бір желание пайда болса, мен қазір номер қалдырам, сол номерға тез арада жазылып алыңыздар да, бағанағы мастер-классқа келіңіздер. Бұл офлайн әңгіме, онлайн әңгіме, бұл онлайн әңгіме. Бұл әшейін бір эротика көрген сияқты эффект бермейді ғой даже. Ал офлайн, это есть офлайн. Төменде номер тұр достар. Осы 3 күннен кейін 25 қараша күні Алматы қаласында мастер-класс болады. Тақырыбы табысты көтерудің оңтайлы тәсілдері атты. Мастер-класс бағасы апарзан. 2 декабрь күні Шымкент қаласында болады. 9 декабрь күні Астана қаласында болады. 16 декабрь күні Ақтөбе қаласында, 23 декабрь күні Қызылорда бағанағындай қаласында болады. Сондықтан төмендегі номерді скринға түсіріп алыңыздар. 837-155-1051. Сол жерге келіп, мені көзбе-көз көріп, менің энергиямды кәдімгідей реально сезініп көргенде барып Аманжол жайлы әңгіме айтсаңыздар болады. Ал Аманжолды бір эфирден көре сап, таныйым, білем деген әңгіменің барлығы әшейін әңгімелер оның бәрі. Сақтаңыз, байыма жіберейін деп едім. Кешіріңіз, эфир сақталмайды. Бағасы қымбат емес. Қазіргі бағамен негізі 30 мың етін, жеңілдік бағамен 15 мыңнан бастап 25 мың теңгеге дейін ғана. Бағасы апарзан. Ішіне үші кофе брейк кіреді. Төмендегі номерді скринға түсіріп алыңыздар да, қазір мен эфир біткеннен кейін автоматически сол номердің WhatsApp-ына жазатын болсаңыздар, қыздар сізге барлығын түсіндіреді, жазылы аласыздар. Түсінікті ғой. Менің балам сапасы мектепте оқиды, білімі нашар, сапасы білім болды, айына бірдеңе. Өтірік бірдеңені әйтеуір құлақтан тебе береді, майра гүн бірдеңе дегендер. Не өті затта жоқ, өтірікті қуып жүріп, блокқа тығасылайыншы. Мен ерегіскісі кеп өтқандар олар. Неге 25, неге 15? 25 мың алдыңғы рет, қалғандар 15 мың болды. Алматы осы жұма күні болады. Яғни 25 ноябрь күні болады. Шымкент 2 декабрь күні болады. Достар, тез жазылып үлгермейтін болсаңыздар, орындар саны болмай қалады. Зал кішкентай, потому что. Төмендегі номерді скринға түсіріп алыңыздар. Қызылордада болады, Ақтөбеде болады, жазылып алыңыздар. Новый годқа бір нәтижемен кіресіздер. Ақтау уже бітіп кетті, өтіп кеттік Ақтау. Ақтау бітіп, Елбей бітті. Ақтау бұдан кейін болмайды, болды. Ақтау бітті, өтіп кеттік. Осыдан 4 күн бұрын өтіп, 2 күн езбейім, уже Елбей бітіп атыр Ақтау қаласында. Мен қазір өзім Ақтауда отырмын. Астана 9 декабрь күні болады. Әбеке, ауырып тұрсаң 100 грамм қызыл бұрышпен ұрып жібермедің ба дейді. Мен 100 грамм ішпеймін, айып етпеңіздер. Темекі шегем, сондай минусым бар. Не болып жатыр? 2-де 1 болып жатыр. СБМ бола ма? Алматыда болады. Қазір сізбен жолық аламыз ба дейді. Жоқ, жолық алмайсыз. Мен ешкіммен жолықпаймын. Тем более тренинг кезінде мен тренинг номер ұйқы болды, бітті. Потому что оңай емес. Елді өзгерту оңай деп отырсыз ба? Екінші декабрь алып үлгердім.
жазғам, не ответили, кадр жазыңыздар сол номерге. 837 155 1051. Таразда қашан дейді? Таразда болмайды. Тараз это из Шымкент, жақын ғой арасы. 15 мың корпоративке құртыстамыз, 15 мыңға корпоративқа барамайсың ал. Біздің Алматыда корпоративке кемінде 30 мыңнан ғой. Біз мысалы 29 күн корпоратив істейік деп жатырмыз. Бізде ешкім төлемейді, ол компанияның атынан адам басына 35 мың теңге айналып жатыр да. Сондықтан 15 мыңға корпоративқа барамайсыз ал. Павлодар болмайды. Атырау облысы болмайды. Қызылорда болады. 23 күн төмендегі номерға жазыңыз. Менде сол план соғы. Алла қаласа жылды жақсылап жауып, Құдай бұйыртса, білмеймін, Мальдивге барам ба, білмей жүрмін, или Майамиге барам ба, от души демалып, келесі жылдың бағанағандай план жазу керек. Менде план сол болып жатыр. Сондықтан да, как раз мастер-класстардың бәрін өтіп алсаңыздар, Алла қаласа, спокойно бағанағандай жаңа мотивациямен жаңа жылға кіріп, ары қарай бағанағандай бомба жарасыздар. Ой, мынау қандай ерсіз көрінеді, ерсіз көрінеді. Енді ерсіз көрінеді, ұнамаса қарама ғой, блокқа тыға салайыншы, жазира дегенді. Қоймады ғой, Құдай-ау. Айта береді деген. Сондықтан тағы айтылайым, 25 ноябрь күні, яғни осы 3 күннен кейін, осы жұма күні бағанағындай Алматы қаласында офлайн тренинг болады, то есть мастер-класс. Кәдімгідей Алла нәсіп етсе, табысты 10 есеге көтерудің тактикалар айтылады. Әсіресе инвестор табу жайлы айтылады ол жерде. И одан кейін прибыльный бизнесті қалай таңдау жайында да айтылады. Одан кейін доходты қалай өсіру керек жайында айтылады. Осы үш энергия и энергия қосылады. Осы 4 тақырып қамтылады. 25 ноябрь күні Алматы осы. Одан кейін 2 декабрь күні Шымкент қаласы, 9 декабрь Астана қаласы, 16 декабрь Ақтөбе қаласы, 23 декабрь Алла қаласы, Қызылорда қаласы. Сондықтан да төмендегі номерді скринға түсіріп алыңыздар да, қазір мен эфир біткеннен кейін достар спокойно хабарласып жазыла аласыздар. Енді Ақтаудан қатысқандар болатын болса, давайте отзыв жіберіңіздерші. ЛБ-ге қатысып атқандар, СБМ-ге қатысқандар, давайте сабақ қалай болды, не алдыңыздар, әсерлеріңіз қалай? Бір қуанып қалайын. Бағасы қанша? Төмендегі номерға звондаңыздар. Сіздің тренингтен соң инвестормен жұмыс істедім. Тамаша, керемет. Шымкентте болады. Алдағы жұма күні болады. Төмендегі номерға жазыңыз, қыздар жауап береді. Астана күтеміз. Күтіңіздер, Алла қаласа барамыз. Құдай бұйыртса. Барып Астанада бір жалындап жаны өтеміз. Ақтауда жақсы керемет болды. Тамаша, рахмет. Ақтау күшті болды. Сізді мақтады адамдар дейді. Ой, рахмет. Мақтау бір Аллаға тән десе де, еңбегің бағаланып жатса, шүкір. Тек бизнеспен айналысқандар ғана қатыса ала ма дейді. Жоқ, барлығы. Ақтауда тренинг от болды. От души рахмет. Рызамын. 4-5 сағат болады. 4 шумақ айтып жүрсеңіз, мотивационный дейді. Мотивационный ма? Мотивационный. Бұл өмірдің биігін арман еткен пендедің
кей сәттерде құласаң, өзің болды сенгенің, күрсінбеші қарағым, жетістігің сәл кешіксе, тасың өрге домалап, жеміс береді еңбегің, тұлпар қоссақ бәйгеге, табиғаты адамның, бәріміз де қалаймыз, бірінші боп келгенін, өмір басқа өзгерек, біз қаладық дегенмен, білем, жақсы керемет, жетістікке бөленген, өмір заңы осылай, бір асқақтау, бір құлау, ешкім оңай шықпаған, шың басына төменнен түсінейік десе де, берілмеген адамның еңбегі еш кетпестен, ерлігімен еленген, өмір бізді кей сәтте қинайтындай көрінер, сәтсіздікті мінезің жинайтындай көрінер, ойға нелер келмейді, күрсінбеші, күрсінбе, тірлік қысаң түсерсің, табысыңның төрінен, табыс деген үлкен тау, бар күшіңді салмасаң, көтеріле алмайды, еріккен, кім көрінген, қуат берсін бір Аллам, жігер сыйлап, жаныңа, ұмтыла бер, ұшталып, үміт үзбей өмірден. Өткеріп өмірдің көп өткелдерін, келесің көмек күтпей көктен тегін, тәуба деп тағдырыңа тірлігіңе, қиындықты кезіккен көп көрмегін, түннен кейін таң атар талаптанғын, күтіп жатқан көп әлі көктемдерің, алдыңда көп белдерің, жеміс беріп көктейді еккендерің, өмір заңы нені ексең, соны орасың, айтшы қалқам бірдеңе еккен бедің, тапжылып таңғаларлық күтпе жеміс, суланбаса еңбекпен шекпендерің, нәтиже аз кешіксе кектенбегін, табыссыз бола қоймас төккен терің, сондықтан сабырыңа бой алдырғын, өмір алда тағы да оянды күн, түңілме тірлігіңде тайғанасаң, міндетім сол ұйқыдан ояндыру, табысты болсам дейсің бар ынтаңмен, табыс деген еңбекке бой алдыру. Сондықтан еңбекке бой алдырып, табысты болуларыңыз келетін болса, достар, вот реально, мен мына жерде қазір даталарды көрсетем, скринға түсіріп алыңыздар да, сол номерға хабарласа берсеңіздер болады. Толық ақпарат сіздерге береді. Так, міне. Қаяқ кет құдай ау.